Құрметті әріптестер, бүгінгі жүргізілетін сабағымыздың тақырыбы көбейтуді көрнекті түрде көрсету, яғни математика сабағы 2-ші сынып. Сіздердің алдыларыңызда Талдықорған қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қазбекова Айгүл Балтабайқызы. Бүгінгі сабақтың мақсаты көбейтуді бірдей сандарды қосу ретінде түсіну. Күтілетін нәтиже сабақта оқушылар көбейтудің не екенін, оның қайдан, қалай пайда болғанын, қосудың қандай жағдайда көбейту амалдарымен алмасатынын белсенді жұмыс түрлері арқылы көз жеткізетін болады. Бүгінгі сабағымыздағы негізгі оқушылардың бойына қалыптастырған дағдымыз ол білу және түсіну, қолдану дағдылары. Әрбір сабақта өзіне тиісті тілдік мақсаттар болады, яғни бала өзіне жаңағы математикалық тілде қаншалықты сөздік қорын дамытады. Бүгінгі сабақта балалар көбейту, қосылғыштар, қосынды, көбейтумен алмастыруға болады, қосылғыштар бірдей сияқты қоржындарына сөздік қорды қосатын болады. Бүгінгі сабағымыздың жұмыс түрлері ол ұжымдық жұмыс түрлерін көре аласыздар, топтық жұмыс түрі, жұптық, жекеше және қалыптастырушы бағалау жұмысты өздеріңізге ұсынбақпыз. Енді қазір сіздер ұжымдық жұмыста ең жаңағы таңертеңгі сабақтың басында оқушылармен бірге ертеңгілік шеңбер қалай жүргізілді, соған назар аударып көріңіздер. Бүгінгі сабағымызды сендермен мынадан бастағым келді. Қазір мұғалім сендерге бір сан жазады, сендер сол саннан бастап 3 сан аттай отырып өздеріңнің қағаздарына түсіресіңдер. Жақсы ма? Кеттік. Дайынбыз ба? Иә. Жақсы. Үндемейсіз енді. Және отырсың. Жақсы, рахмет бала. Біз 0-ден бастап неше сан анықтадық? 3 сан. Яғни 3 сан анықтай отыру заңдылығын пайдаланған екенбіз. Кімде қандай сан пайда болды? Қатты-қатты кезекпен айтып шайық. 0, 3, 6, 9,
12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69. Жақсы бала. Тапсырманы дұрыс орындадық па? Иә. Жақсы, қол соғайық. Келесі кезекте сіздердің көретіндеріңіз бұл топтық жұмыстың түрі. Бұл топтық жұмыста оқушылар осы көбейту кестесіне байланысты жалпы бірдей қосылғыштардың қосындысы ретінде қаншалықты бала көбейту амалдарына осы қосылындыны айналдыра алды. Қазір сол топтық жұмыстың түрлерін өздеріңізге ұсынайық. Әр топқа әртүрлі тапсырма түрі берілді, тапсырылды мұғалім тарапынан. Енді оқушылар соны қалай алып кетті, соны көріңіздер. Бала, жұмысымызды әрмен қарай жалғастырайық. Біз қазір сендермен топта жұмыс жасаймыз. Топпен жұмыс жасамас бұрын әр баланың алдында бір зат жатыр. Сендер соны өз топтарында топтастырыңдар. Не шығады екен байқайық. Қосыңдар топтарында. Қайда топтарға бара ғой. Қайсы күнде 21 мен 26-шы Бек асана шығырсың? Жоқ, олай емес, үште, топтап. Сосын мебельдігін қостық. Сосын каминаның қостық. 3 гүлін қостым деп айтты. Сосын менің гүлімді қостық. Жақсы. Барлығы қанша гүл? Сен 12. Ал, Мерей, осыдан не байқадыңдар? Мынау не тұрған? Не жазындар? Қосынды. Осы қосындыдан не байқадыңдар, Камила? Бірдей. Олай болса, еркебұлан жаза ғой іште. Қосылғыштар бірдей болса, оны немен алмастыруға болады? Көбейтумен алмастыра ойындар. Қанша болады? Жақсы бала. Олай болатын болса, екіні өз-өзіне неше рет қосқан екен? 5 рет. Оны біз көбейтумен алмастырамыз. Бізге 3 жапырақтар берілді. Біз бірінші менің жапырақты қостық. Сенің жапырағыңды алдым. Сосын? Сосын кәрбіңізгі жапырақ қостық. Жақсы. Сосын Димашты. Сен болады 9 жапырақ. Алмас, іңкәр сұрағына жауап бере ғой. Мына өрнектен не байқап тұрсың қосындыдан? Олардың қосындылары, олардың қосылғыштары бірдей. Ондай жағдайда? Ондай жағдайда біз оларды көбейтеміз. Немен алмастыра аламыз? Оларды көбейтумен алмастыра аламыз. Ал алмастырып көрейік. Келесі кезекте жұптық жұмыстың түрі. Бұл жерде оқушылар өздерінің дәптерлерін қасындағы көршісіне ұсынады.
көршісі ол оқушының дәптеріне көбейтуге байланысты көбейту кестесіне байланысты тапсырма жазады, ал құрбысы оның мәнін табатын болады. Сөйтіп жұптық жұмыс арқылы осы өтіп жатқан көбейту кестесін балалар қаншалықты меңгерді, қаншалықты жаттады, сөйтіп құрбыларын тексеретін болады. Балалар, біз қазір сендермен енді жұппен жұмыс жасаймыз. Менің жұпым бүгін Димаш болады. Өйткені Димаш екеуміз бірге жұмыс жасаймыз. Балалар, біз сендермен сабақтың соңында қалыптастырушы бағалау жұмысын жасаймыз. Сендердің алдыларында барлықтарында мұғалімнің жұмысы жатыр, сендерге берілген. Мен қазір түсіндіріп өтейін. Бірінші тапсырмада көбейтінді тұр. Сендер соны қосумен алмастырасыңдар, сосын мәнін табасыңдар. Ал екінші тапсырмада қосынды тұр. Оның қосылғыштары бірдей. Оны көбейтуге айналдырасыңдар және мәнін табасыңдар. Қосу мен көбейтуді сәйкестендіреміз. Бекжан, сен неге олай ойладың? Неге? Өйткені қосылғыштар бірдей тұр. Тапсырманы дұрыс орындадық па, балалар? Ал енді келесі кезекте бұл жекеше жұмыс дейді. Яғни мұғалім тақтадағы тапсырманы көрсете отырып, оқушылардың қолында ламинат қағаз бен маркер болады. Сол ламинат қағаз бен маркер арқылы оқушылар тақтадағы берілген тапсырманың жауабын қысқа да нұсқа көрсететін болады. Қазір оған да назар аударыңыздар. Балалар, қазір сендер тақтаға назар аударатын болсаңдар, не көріп отырсыңдар? Не көріп отырсыңдар? Аят қосынды. Қосынды дұрыс айтасыңдар. Бұл қосындыда неше қосылғыш? Али? Ол төрт қосылғыш бәрі бірдей. Яғни өрнектегі қосылғыштар бірдей екен. Осы қосылғыштар бірдей болған жағдайда біз не істей аламыз? Бота? Оны көбейту кестесіне ауыстыра аламыз. Көбейтуге ауыстыра аламыз. Көбейту амалына ауыстыра аламыз. Дұрыс айтасың. Мұғалім тақтадағы қосындыларды көрсетеді. Егер оны көбейтумен алмастыруға болатын болса, ақыры ғана қағазға көрсетеді. Кеттік, бірінші тапсырма. Осы қосындыны қалай көбейтуге айналдыруға болады? Димаш келестесең кішкене цифрларды үйде қой, өйткені көрінбей тұр. Бәріміз көрсетеміз. Енді жұмыстарыңды тазалай қойыңыз. Келесі тапсырма.
Жақсы балалар, рахмет. Балалар, біз сендермен сабақтың соңында қалыптастырушы бағалау жұмысын жасаймыз. Сендердің алдыларында барлықтарында мұғалімнің жұмысы жатыр, сендерге берілген. Мен қазір түсіндіріп өтейін. Бірінші тапсырмада көбейтінді тұр. Сендер соны қосумен алмастырасыңдар, сосын мәнін табасыңдар. Ал екінші тапсырмада қосынды тұр, оның қосылғыштары бірдей, оны көбейтуге айналдырасыңдар және мәнін табасыңдар. Сабақ соңында оқушыларға мынандай қалыптастырушы бағалау жұмыстары жүргізілді, яғни оқушылардан алынды. Бүгінгі күні бұл сандар және операциялар бөлімі бойынша мынандай оқу мақсаты берілген: көбейтуді бірдей қосылғыштарды қосу деп түсіну. Яғни бала беріліп отырған тапсырмада қаншалықты көбейту кестесін түсінді, яғни бірдей қосылғыштарды көбейтуге айналдыра алу дағдысын тексеру болып табылған. Бұнда оқушыларға көбейту амалымен берілген және бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде берілген тапсырмалар берілді. Яғни 3-ті өз-өзіне 3 рет қосты және 3 пен 3-тің көбейтіндісі. Бала көбейту бойынша мән табады, ал бірдей қосылғыштарды көбейтумен алмастырады. Бұндағы бағаланатыны білу және түсіну бойынша көбейту амалы мен бірдей сандардың қосындысы арасындағы сәйкестікті таба алады, және келесі тапсырмада қолдану дағдысы бойынша көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысына алмастыра алады және есептеулерді дұрыс орындайды. Міне осындай сабақ арқылы біз оқушылардың қаншалықты көбейту кестесін түсінгендігін біле алдық. Олай болатын болса, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі біздің сабақта қолданған әдебиеттеріміз ол кіріктірілген оқу бағдарламасы, міндетті түрде математика оқу жоспары 2-ші сыныпқа арналған, және балалардың білімін бағалау үшін Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы, педагогикалық өлшеулер орталығы оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау және мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсыныстары. Назарларыңызға рахмет.